Шай қазақтың ұлттық сусыны. Күніне 2-3 тіпті 10 кесеге дейін ішеміз. Бірақ сіз ішіп жүрген шай ағзаға шипа емес, у болып жатқанын білесіз бе? Шайдың құрамындағы кейбір заттар темірді сіңірмейді, жүрекке, бауырға, тіпті онкологиялық қауіпке апарады. Көп адам жіберетін 5 шай қателігі осы видеода. 1. Аш қарынға шай ішу. National Institutes of Health, NIH, зерттеуі. Аш қарынға шай ішу асқазанның қышқылдығын арттырады, ішкі қабырғасын тітіркендіреді. Нәтижесінде гастрит, қыжыл, іштің кебуі. Аш қарын, асқазан бос тұрғанда шай ішсеңіз. Құрамындағы танин мен кофеин ішкі қабатқа тікелей әсер етеді. Ағза оны бөтен зат деп қабылдап, қорғаныс реакциясын іске қосады. Дұрысы, шайды жеңіл таңғы астан кейін ішу. 2. Тамақпен бірге немесе кейін қою шай ішу. Тамақпен қатар немесе кейін қою шай ішу ең жиі кездесетін қателік. Шай құрамындағы танин темірмен байланысып, оны ағза сіңіре алмайды. World Journal of Gastroenterology. Тамақтан кейін қара шай ішу темірдің сіңуін 60%-ға дейін төмендетеді. Бұл әсіресе әйелдер мен қарттарда анемия, қан астық туындатады. Ең дұрысы, тамақтан соң 30-60 минуттан кейін шай ішу. 3. Өте қою және ыстық шай. Қою шай бауырға, жүрекке, қан қысымына әсер етеді. Танин мен кофеин мөлшері жоғарылайды. Бұл жүйке жүйесіне және ұйқы безіне салмақ түсіреді. British Journal of Cancer зерттеуі. Өте ыстық шай 60 градустан жоғары өңештің қатерлі ісігіне себеп болуы мүмкін. Өңештің шырышты қабығы күйіп созылмалы жараға айналады. Шайды 50-55 градус Цельсий шамасында ішу ұсынылады. 4. Сүт қосылған шай пайдалы ма? Сүтті шай көпшіліктің сүйікті сусыны. Бірақ European Heart Journal деректері. Сүт шайдағы катехин антиоксиданттарының әсерін жояды. Бұл антиоксиданттар жүрек пен қан тамырын қорғайды. Бірақ сүт олардың сіңуін 80-ға төмендетеді. Сонымен қатар сүт шай ішқату мен газдың себебі болуы мүмкін. Дұрысы, сүт пен шайды бөлек қабылдау. 5. Арзан пакет шайлар мен бояғыштар. Арзан шайлардың көбі шаң түрінде болады. Құрамында бояғыштар, дәм күшейткіштер, ароматизаторлар. Олар бауырға уытты әсер береді. Германияда жасалған Consumer Lab зерттеуі. Сапасыз пакет шайда алюминий, қорғасын қалдықтары табылған. Олар жүйелі түрде жиналып, жүйке жүйесіне, бауырға, бүйрекке әсер етеді. Дұрысы, жапырақты шай, Қытай, Цейлон, Жапон, табиғи және орташа қою. Қорытынды, шай пайдасы мол сусын. Бірақ дұрыс ішпесеңіз, пайдасы уға айналады. Аш қарынға, тамақпен қатар қою, ыстық, сүтті шай, бәрі ағзаға соққы. Ең бастысы, мөлшер, температура, табиғилық, уақыт. Сол кезде ғана шай шипа болады.